жасаймыз, ұйымшыл боламыз десе, 3 рет қожа. Олай болса, сендердің алдарында мынадай бағалау парағы бар, иә? Біз 10 балдық жүйемен бағалаймыз, білесіңдер. Сол бағалау алдарында тұрсын. Бүгін сабақта кім жұмыс істеп отыр, соған байланысты бір балдарын қойып шығады. Сонда 10 бал болады. Ізін жалғастырушы, қараңғылықты жарықпен, наданды, яғни біліммен жеңгісі келген Сұлтанмахмет Торайғыровтың шығамын тірі болсам адам болып деген өлеңін сендерге жаттауға берілді. Шығамын тірі болсам адам болып, жүрмеймін бұл жиһандан адам болып. Жатқаным көрде тыныш жақсы емес пе, жүргенше өмір сүріп. Бағыттардың қасына тұра қойыңдар, әркім өзінің бағытының қасында тұрсын, иә? Ал, кімді балнұр? Қай жылы Торец қаласында медреседе оқиды. Сұлтанмахмет Торайғыров молдадан алған білімін аз тұтып, 1912 жылы Торец қаласында медреседе оқиды. Тамаша. Аяғы бер тұрайы, бер тұра. Шығамын тірі болсам адам болып өлеңнің идеясы не? Бұл жерде идеясы біздің автор Сұлтанмахмет Торайғыров бұл жерде надан болмау керек, білімді болу керек деп бізді оқуға тартқысы келді. Жақсы, Айша, ала ғой сұрағыңды. Бері тұршы, Айша, бері. Сұлтанмахмет ерден дәріс алған. Ол 13 жасынан бастап Әли, Тортай, Мұқай, Әбдірахман сияқты молдалардан дәріс алған. Өте тамаша. Адам болып шығу дегенді қалай түсеміз? Адам болып шығу деген ол білімді болу, сауатты болу, жазуды білу және басқа адамдарға көмек қолын көрсетіп, адамгершілігі мол болу керек. Сұлтанмахмет Торайғыров қай жылы қайда дүниеге келген? Сұлтанмахмет қанша жыл ғұмыр кешкен? Сұлтанмахмет Торайғыров солтүстік Қазақстанда Уәлиханов атындағы ауданда дүниеге келген. Және де ол 27 жыл ғұмыр сүрген. Оқу және жатқа айту. Әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселенің идеясы арқылы түсінеді, мәнерлеп оқимыз, жатқа айтамыз, өзіміздің пікірді анық айта аламыз. Бағалау критерийлері сендердің алдарында тұр деді, иә? Ал жаза қойыңдар. Шәкір ойы деп жазады. Балалар, қандай болмыс көріп тұрмыз? Айтсаңдаршы, біздің мектебіміздің алдыңғы көрінісі, иә? Міне. Ал енді мектеп деген кезде сендер осыдан 5 жыл бұрын қандай болып осы мектепке кірдіңдер. Сол кезде мектеп дегенде сендердің ойларыңа не кірді? Ауызша күрделі топтастырып сөйлейші, не айтасың? Мектеп деген кезде мен есіме мұғалім, білім. Тамаша, келесі жалғастырайық. Тағы кім білесіз, иә? Шәкірттер, тағы, достар таптың сен, оқулық, тағы да айта береміз. Иә, дұрыс айтасың. Тағы да білім, еңбек, иә, көп барлығы. Осы жерде жаңа шәкірт деп біреу айтты. Шәкірт деген кім ол? Иә, Ақшан. Деген ол ұстаздан білім алатын адам, ол жазуды оқуды үйренетін адам. Жақсы, жарайсың. Мектеп қабырғасында жүріп, өзінің барлық білімін, ғылымын осы мектепте не істейміз біз? Ұстаздардың алдынан үйренеміз. Дұрыс айтасың, тамаша, үлкен жетістікке жете аласың, иә? Жақсы. Балдар оқып жүрші? Барлық осы мектепте оқитын шәкірттердің басты мақсаты ол білім алу, сауатты болу. Сол секілді менің де мақсатым білім алу, ұстаздар тыңдап, жақсы жақтарын өзімізге сіңіріп, ұғынып, қалған мамандығымызға түсіп қазақ еліне надандықты жойып, өзінің тапқырлығының арқасында осы қазақтың көгіне шығып, барлығын ақылды, жақсы адамдар қылуға тырысқан. Осы өлең арқылы ол қаншама жастарды білімге шақырды. Балық қаңқасы әдісі бойынша қазір ұжымдық жұмыс жасайды. Бірінші мәселесін, одан мен 3 себебін, осы өлеңнің 3 дәлелін және қорытындысын шығараршы. Бірінші көтерілген мәселе не? Кім жазады? Келіңдер, тақтайыз. Көтерілген мәселе осы өлеңде. Шәкірт ойына. Так, 3 себебін ойлайық. 3 себебін. Вот, не,
не алып шыққан қалыңса алып шығамын демесеме кел себебін кім жазады 3 себебі Мери 3 себебін жаза қойшы кел біреуіне кім шығады тағы себеп не айтып тұрген ана бұл жапонда көтерілген мәселе білімге шақыру. Жапондық бағалау әдісі бойынша осы жазғаныңызды толықтырамын деген оқушы бар ма? Онда екі саусағымыз көтерейік. Жоқ қой, иә? Бәріміз келісеміз ғой, иә? Бір саусақ көтерсек болады. Жақсы балалар. Келесі тапсырма енді топтық жұмыс. Сендерге топтық жұмысқа 3 топқа алдарына постер береміз. Сол постер бойынша жұмыс жасайсыздар. Ол қараңғылықты жою, мақсат қоя білу, және де алдыға қарай ұмтылу деген, және надан құшан айырылу, ақылды болуға шақырған. Жақсы. Бұл он тапай мақтанбай өлеңі мен шәкіртөй өлеңінің ұқсастығы елдің сауатын ашу білімге шақыру. Жақсы, тамаша. Бұл өлеңдегі мағына бізде қараңғыда қалып қалған халықты білімге шақыру, надан адамдарды білімге шақырып, білімге тарту. Және надан басқан адамды надан басқан елді жылыту. Және де еңбек етсе, ол сол еңбек еткенін өзін рахатты көреді. Бұл өлеңге сай келетін мақалма тез. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Еңбек бәрін жемей. Ғасырдағы шәкірттер молдадан білім алған, мүмкіндіктері аз болған, мектептері саны шектеулі болған, керек заттар шектеулі, білім беру деңгейі орташа болған. Тағы бар ма айтқан деген? 20-шы ғасырдағы шәкірт мүмкіндіктері көп, мектептері шектеулі емес, үйірмелер қазіргі сәнде өте көп, ұстаздар білім алады және интернет қолжетімді. Өте тамаша.